сәлеметсіздер ме? Солтүстік Қазақстан облысы Уәлиханов ауданы Жамбыл ауылы. Жамбыл орта мектебі Айгүлік шағын орталығына мен тәрбиеші Әдікен Сабина Жанбекқызы. Енді мен осы үйрете аламын атты облыстық конкурсқа қатысқалы отырмын. Өзім қатысқалы отырмын. Осы тақырыбым ұлттық ойындарды алдым. Біз осы бағытта осы бағытта жұмыс жасаймын. Оның бірі мысалы текемет тігу. Міне осы көріп тұрғандай бізде текемет тігу балалар өте жақсы көреді. Енді оның жасалу жолын айтып берсем, бізге өзімізге фетр керек болады. Мысалы мен уже қиып алдым, міне фетр, және де фетрдан осындай ою жасадым. Бірінші ақ қағазға бастырып, оны қиып, сосын фетрға рисунокты фетрға қойып, сосын оны қиып алдым. Одан кейін балалар, мына ойын 4-5 жасқа арналған. Мысалы бала не үшін мақсаты, мысалы осы ойынның мақсаты ұлттық ойындарды дәріптеу. Қазіргі заманда мысалы ұлттық ойындар енді көбінесе ұмытылып жатыр ғой. Сондықтан балалар ұлттық ойындарды бойына сіңіру үшін осы ұлттық ойындарды бойларына сіңіріп отырғалы отырмын. Енді міне жасалу жолын айтып берсек, бізге мысалы фетр керек, дракол осындай керек, сосын осындай жіп керек болады, палочки керек болады, және ыстық клей керек болады. Енді жасаймыз. Кіргізіп, безендіреді. Және осы текеметпен балалар биді да билеуге болады. Текемет биі дегендер болады ғой. Өте оңай жасалу жолы. Және де мен сіздерге көрсетпей келді, осындай бізде секіртпе ойыны бар. Секіртпе ойыны жасалу жолы өте оңай. Фетрдан жасалған, дәл солай. Секіріп, мысалы, осындай кубикті да, мысалы, картоннан жасадық. Әріптестерімізбен, ата-аналармен жасадық. Бала мысалы осы кубикті лақтырып, мысалы ою шығады, осы оюды мысалы қандай ол, түсі қандай, осы суреттерге секіріп, осындай ұлттық ойынымызды ойнаймыз. Ары қарай айтсақ, тағы да бір ұлттық ойын, балалар мысалы әрбір асық дөңгелек, мысалы шеңберлер, сол асық осындай 4 бұрышты кубигіміз бар. Осы әрбір бала отырады. Мысалы, көк түскіге, қызыл түскіге, жасыл түскіге, күлгін деген сияқты. Және де бала бірінші кубигімізді лақтырып, мысалы қызыл түске болса, мысалы асығымызды бір-бірдеп осылай қойып отырады. Мына жерде финал болады. Кім бірінші жетеді, сол жеңіске жетеді деген сөз. Міне осылай. Көптен көп рахмет.